Жыландардың өз құйрығын жұту құбылысы ғылымда қатты күйзеліс әсерінен туындайтын деструктивті мінез-құлық ретінде сипатталады. Суыққанды саналатын жыландар дене температурасын өздігінен реттей алмайды. Егер орта тым ысып кетсе, бауырымен жорғалаушының зат алмасуы шектен тыс үдеп, ол жалған аштық сезімін бастан кешеді. Осы сәтте оның ми жұмысында ақау пайда болып, қозғалып тұрған өз құйрығын бөтен олжа немесе қауіп төндірген жау ретінде қабылдайды да бірден шабуыл жасап жұта бастайды. Алайда бұл процесс биологиялық тұрғыдан шегіне жеткенде міндетті түрде механикалық тұйыққа тіреледі. Жыланның артқа қарай бағытталған өткір тістері олжаны тек ішке қарай тартуға бейімделгендіктен, ол өз денесін қайта құсып тастай алмайды. Нәтижесінде өз денесінің белгілі бір бөлігіне, яғни пик нүктесіне жеткенде, ағзаның физикалық сыйымдылығы таусылып, жұту процесі толық тоқтайды. Әрі қарай не құса алмайды, не жұта алмайды. Егер бұл сәтте сыртқы факторлар араласып жыланды құтқармаса, ол өзін-өзі тұншықтырып өлтіреді. Қазір әлеуметтік желіні ашсаң, еркектер мен әйелдердің шайқасын көресің. Red flag не бәлен флаг деген жазбалардан көз сүрінеді. Жыныстар арасындағы текетірес дәл осы өз құйрығын өзі жұтқан жыланның мысалына ұқсайды. Мизогинистер әйелдерді жек көреді, алайда өздері сол әйелдерден туған. Әйелден туып, әйелді жамандайды, төмендетеді. Ал феминистер еркектерді жек көреді, алайда сол еркектерді өздері туып, өздері тәрбиелеп қоғамға жібереді. Жыландардың өз құйрығын жұту құбылысы ғылымда қатты күйзеліс әсерінен туындайтын деструктивті мінез-құлық ретінде сипатталады. Суыққанды саналатын жыландар дене температурасын өздігінен реттей алмайды. Егер орта тым ысып кетсе, бауырымен жорғалаушының зат алмасуы шектен тыс үдеп, ол жалған аштық сезімін бастан кешеді. Осы сәтте оның ми жұмысында ақау пайда болып, қозғалып тұрған өз құйрығын бөтен олжа немесе қауіп төндірген жау ретінде қабылдайды да бірден шабуыл жасап жұта бастайды. Алайда бұл процесс биологиялық тұрғыдан шегіне жеткенде міндетті түрде механикалық тұйыққа тіреледі.